Адамда екі түрлі тәрбие болады. Біреуі өзгелерден алатын тәрбиесі, екіншісі өзіне өзі беретін тәрбие. Мен 2010 жылдан бастап осы екі тәрбиені ұштастырған жалпы адамзаттық құндылықтарға бастар жол өзін өзі тану пәнінің ұстазы болып еңбек етіп келемін. Осы 10 жыл ішінде не бердім, не атқардым? Сабақта оқушының жан дүниесіне үңіліп, рухани тереңдік тұрғысынан ой қозғайтындай жұмыстың нәтижесі болар. Аудандық семинарларда бірнеше мәрте ашық сабақ, облыста шебер класс, әдістемелік күндер өткіздім. Облыстық, республикалық конкурстарда жүлделі дипломдарды қанжығама байладым. Облыстық семинар, республикалық конференцияларда мектептегі рухани адамгершілік тәрбиені жүзеге асыру жолдары бойынша тәжірибемен бөлісіп, халықаралық форумға арнайы шақырту алдым. Пән бойынша біліктілік курсынан өту барысында мені аса қызықтырғаны жалпы адамзаттық құндылықтарды өзге пәндермен ішкі интеграциялау жолдары болды. Сол қызығушылық үлкен зерттеу жұмыстарына ұласып, әдістемелік құралым облыс көлемінде таратылды. Химия пәнімен интеграцияланған сабақ үшін облыстық байқауда бірінші дәрежелі жүлдегер атандым. 2018 жылы екінші әдістемелік құралым айызбен саны бойынша жарық көрді. Аудандық білім бөлімі жанындағы әдістемелік бірлестіктің жетекшісі ретінде конференция, семинарлардың модераторы болып, облыстық рухани адамгершілік тәрбие бағыты бойынша өңірлік зерделеу тобының мүшесі ретінде әріптестеріммен тәжірибе алмасудамын. Адал еңбек етсең, атақ абырой өзі-ақ сені іздеп табады демекші, мен бар жан тәніммен балаларды сүйдім. Шәкірттерімнің рухани бай, кемел тұлға болу жолында еңбек етіп келемін. Шәкіртім республикалық пәндік олимпиадада бірінші дәрежелі жүлдегер болып, облыс әкімінің стипендиясын иеленді. Пән бойынша атқарылған іс-шара 10 күндік күнделіктері Facebook әлеуметтік желісіндегі бала құқығын қорғау комитеті парақшасында, YouTube каналдар мен әлеуметтік желілерде, баспасөз беттерінде үнемі жарияланып отырады. Әр баланың тұрмысы, қоғамның тынысы менің қоғамдық іс-шараларға белсенді араласуыма ықпал етті. Аудандық мұражай жанындағы ғылыми кеңестің мүшесі ретінде патриотизмді, аналар кеңесінің мүшесі ретінде гуманизмді бала бойына дарыту үшін ізденіп келемін. Өзін өзі тану пәні алтын сандық, сол сандықтан сұрақтары үлкен бақыт. Еңбек етер ұстазбын, рухани жан, кемел тұлға тәрбиелеуге алдым бағыт.